Әңгімелер жинағы каналына қош келдіңіздер. Қазақша контентті қолдап, төмендегі подписаться деген бөлімді басуды ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға алдын ала рахмет. Түске қарай біреуі орыс, екіншісінің ұлтын ажырата алмадым. Орта жастағы екі еркек келді. Петр мен Есей дегендер екенін білдім. Атым Гуля деп таныстым. Ал Гуля, кірпіші бар ма? Деп қазақшалап Есей дегені түрі тау халқына ұқсап еді. Бұрышта бірдеңкелер жатқан деп құрылыстан қалған қалдықтар жақтан бұрышқа алып бардым. Мынау мұржасына дейін жетпейді деп шіренді Петрді орталарына қалтылдатып Коля атай жүргені. Біздікінде бар, соны тасып алыңдар деп үйіне бастап. Пештің үстіне қоятын темір тақта керек, аузына қақпақ керек деп Петр керекті көбейтті. Мен қаладан әкеліп берейін, не керегін айтыңыздар дедім. Не десе де көнбекшімін, әйтеуір баспанам жолса болды. Сен бізге қаладан бір-екі шиша арақпен іске басар әкел. Қалған темір тестекті табу еркектің жұмысы деп шіренді Есей. Сен қалаға бара бер қызым, мен жұмысты қадағалап тұрам деп сендірді Коля ағай. Дедек қағып бара, қара суықты қалаға тарттым. Қараң қалғыр, келін қыстық киімді де бермеп еді. Үстімдегі күртем жұқа. Дүкенге жақындағанда салмаққа сатылатын киімдер деген маңдайшаға көзім түсті. Астыңғы жағында Еуропадан деп жаз қойыпты. Киімі түсінікті, салмаққа сататын несі деп ойлаппын. Не болса да кіріп көрейін деп есігін аштым. Ілгіштерге ілініп, тасталған сырт киімнен бастап бәтеңкеге дейін. Тіпті өлшеп киіп көруге бір бұрышқа үлкен айна қойып қойыпты. Еуропадан жақында келген киімдер, ішінде киілмегені де бар деп, ұзын сары ақ шашты қыз зорлап тұр. Бір сөзін он қайталап жанына келіп, бағасы қандай дедім, себебі ешбір затта баға жазылмаған. Килограммы 600 теңгеден өлшеп сатамыз деп түсіндірді. Киімді өлшеп сату дегенді тұңғыш естуім. Дүкенді аралап көріп, бір қалың пәлтөге көзім түсіп, өлшетіп едім 3 кило, 1800 теңге болды. Мен үшін арзанға түсті, киіп көріп едім, маған тура болды. Аяғымда жаздық кроссовка еді. Енді қысқа аяқ киім керек қой, деп бір бәтеңкені таңдадым. Ол үлкеңдеу болды. Қалың байпақпен кием ғой деп өзімді жұбаттым. Сол мен алған заттарым 5000 теңгеден аспады. Қуанып кеттім де, ешкімнен ұялмай-ақ ақшасын төлеген соң киіп алдым. Өзімнің жаздық киімдерімді сұлу қыз берген қалтаға салып алдым да, дүкеннен басқа жан бола шыға келдім. Тіпті үйге келгенімде Коля ағатайым танымай қалды. Гуля, сен екенсің ғой, кім келіп қалды деп, алдыңнан шыққаным ғой деп қауқылдап жатыр. Сырт киім сатып алдым деп шынымды айттым. Екі еркек әлі пешпен алысып жатыр. Түнге қарай пешке от жағылды. Менің лашығымнан да түтін шықтау. Кәдімгідей ішіне түскен ағаштарды шатырлатып жандырып жатыр. Керемет. Бірден тартып кетті. Сенің жолың болғыш екен деп Петр күні бойы бір дұрыс сөз айттау. Лапылдап кеп жанып жатқан отқа, қуырған жұмыртқамен шұжық қуырып, кішігірім дастархан жасадым. Еркектер арағын ішті. Қыштап қоймаған соң, мен де ащы судан ауыз тидім. Енді көмір түсіріліп ал, ақыр осында қыстайтын болсаң деп ақылдарын айтып кетті. Сол қыз менің бағыма жылы болды. Есесіне қар қалың еді. Есікті әрең итеріп ашып, күрекпен екі жаққа ұлпа қарды лақтырып, жалғыз аяқ жасаймын. Сол жолмен қарттарға барам, қалаға барып керек жарағымды алып қайтамын. Көктем шыға алақандай жерімді жақсылап баптап, жылдағын мол етіп көкөністер егіп тастадым. Ендігі өмірім осы лашықта өтетініне көзім жетті ғой. Саяжайды білетін, менің сонда сорлап жатқанынан хабардар ұлым артымнан бір рет ізін салмады. Не деген ташрек екенін. Ұлдан кейін қызым бар еді. Ол Семей жаққа кеуде, балалы шағалы, 3-4 жылда бір келіп кететін. Жағдайым барда пойызбен мен барып жүрдім. Шалғай ауылда мал бағады. Соған тартып кетсем бе деп те ойладым. Жалғыз ұлға сыймаған басым, күйеу баланың босағасын сағалап, жан сақтамас. Анасын үйден қуып шығып, қаңғытып жіберіпті деп ұлымның атына сөз ілестірер
деп әулетіме сөз келтірмеу үшін осы жалғыздықты серік еттім. Биыл күз былтырғыдан суық, қыс қаһарлы болды-ау. Әрі немерелерімді де сағынған соң ұлым үйінен шығып қалса, тілдесейін деп күнде осы сәкіде отырамын. Олар мені терезеден көріп те жүрген шығар. Бірақ ұл мен келін, үш немере, 5 жаның, біреуінің жүрегі жібіп, жаныма келмейді. Ұзақ жылғы көршілерім әрі-бері өтіп жатыр. Біреуі қайрылмады-ау шіркін. Дәуренім өтіп далада қалған екенмін деп сағым сынып, санам тұрманданып, тауықтай болып шоқиып сәкіде отырғанымда өзің ғана назар салдың Шолпан. Сенің назарың Алланың маған салған назарындай болды. Мені Аллам көрді деп әйел ағыл-тегіл жылап, бар сырын ақтарып шықты. Асханадағы еттің иісі үйдің ішін жайлап алды. Гүлдәрінің бабаларынан қалған етке деген құмарлығы оянып кетіп, ұялмай-ақ: «Шолпан, етің пісіп қалды-ау» деді. Менің анам еттің піскенін иісінен айрам деуші еді, жарықтық деді. Мен қамырын тездетіп жайып жіберейін деді Шолпан асханаға тартып. Гүлдәрі тағы өз ойымен оңаша қалды. Ол көршісіне саяжайда көрген зорлықтарын, аш қалған кездері мен үсіп қалған аяғы жайлы айтуды намыстанды. Петр мен есеге қосылып қыста бой жылытамыз деп бастап араққа бой алдырып алғанын жасырып қалды. Қонақ етейін деп ет асып жатқан шығар. Етке тойғызып барып, ал көрші енді саяжайыңа қайт, кеш батып кетер дейтін шығар. Бүгін аяушылық жасап адамгершілік көрсетті екен деп жатып алғаным жарамас. Тамақты жеп алған соң өзім-ақ кетуге қам жасайын деп пішіп қойды. Гүлдәрі кел, атаңның асын сағынып қалған шығарсың деп Шолпан ағаш астауға астына қамырын, үстіне шұжық пен сұр етін салып алдына тартты. Гүлдәрі намыстан да ұятты да жиып қойып, етті қарбыта жеп, сорпаны сіміре ішіп, ақ тер көк тер болып терледі дейсің. Шолпан көршісінің тамақты сүйсіне жегеніне риза болды. Атасының асына тойған Гүлдәрі: «Шолпан, кешелі бергі құрметіңе рахмет. Осы тойғанмен лашығыма тартайын» деді. Гүлдәрге аяушылықпен қарап жаны ашып отырған көршісі: «Гүлдәрі, қыс деген кәрі құдан келе жатыр. Биыл күздің өзі қақап тұр. Былтырғыдай емес, үсіп өлесің ғой байғұс. Менімен бірге осы үйде қыстап шық, сәуір туа көреміз» деді. Ішінен шыққандардан көңілі қалған Гүлдәрі адам баласынан мынадай қайыр күтпесе керек. «Шолпан, шын айтасың ба? Менің үстім кір, қолы басым күз, киімдерім лас. Жиркенбейсің бе?» деді даусы дірілдеп. «Қайдағыны айтқаны несі? Адам адамнан жиркенеме. Бәріміз Құдайдың құлымыз. Көп сөзді қой да үстіңдегі лыпыңды лақтыр, суға жақсылап түсіп ал. Мен жаңа киімдер берем, соны киіп ал. Аяқ қолыңды, тырнағыңды ал» деді де Шолпан астауға су толтыра бастады. Гүлдәрі сенерін де сенбесін де білмей баяу шешіне бастады. Шолпан жанына су сабын, иіс сабын, тырнақ алатын құралдар, өкше қырғыш және жүйке мен дәукір сабын әкеліп қойды да шығып кетті. Аздан кейін қайта кіріп, ауыстыратын киімдерімен сүртінуге сүлгі берді. «Кел, жотаңды есіп берейін» деп тағы да қарсыластығына қарамай жүйкемен әбден ысқылап жуындырды. Аяқ қолының тырнағын алып, шашын тарап, таза киімді киіп шықты. Гүлдәрі, кел тосаппен шай ішелік деп Шолпан асханадан дауыстап: «Мынау сенің бөлмең болады, бұрынғы немерелерім өскен бөлме ғой» деп кеше түнеп шыққан төсегіне қайта келді. Көрпе сейсебін ауыстырып қойыпты. Кешегі иісіммен кірме бүгін қайта жаппасын деген ғой деп ойлады іштей. «Рахмет Шолпан» деп төсегінің шетінде отырды. Өзіне өзі сенбей үсті басына қарап қояды. Шифонердің есігіндегі айнаға келіп жүзін балай бұрып ұзақ тұрды. Биыл 60-қа шығады. Рүстем өлгелі 2 баланы тістене тістеп, арқасына көтеріп, қатарынан қалдырмайым деп, сүлдері қалғанша сүйретіліп жүре беріпті. Жасымда жөнді оқымаған соң еден жуу, ыдыс аяқ жуу, аула сыпырудан артқан қандай жұмыс бұйырсын. Әйтеуір азық-түлік пен киім-кешекке жететіндей ғана айлық алатын. 2 балаға әкесі жетім деген әлеуметтік жәрдемақы беріліп тұрды.
Рүстем екеуі бірдей Алматы клуб «Быстрой» деген тресте қарасты құрылыс монтаж басқармасында сылақшы, дәнекерлеуші деген жұмыстар істеді. Ерлі зайыпты болғандықтан ескеріп, кезегімен 2 бөлмелі пәтер қолдарына жетті. Тапқандары пәтер жалдауға кететін, ары тартса, бері тартса жетпейтіндіктен құтылмады. 2 баланы бақшаға орналастырып, ел қатарлы өмір сүре бастаған. Ұлдары мектеп табалдырығын аттағанын ағайын туыс дос-жаранға тойлатып берді. 13 айлықпен еңбек демалысының табысын қосып жүріп, түгел қабырғаны алатын стенка деген мебель де алынды. 2 бөлмеге 2 кілем ыдыс-аяқ дегендей өзі құрапы келіншектер жеткен бақытқа қырындап бұл да жетіп жатты. Енді ауыздарым аққа тиіп ес жия бастағанымда Рүстем салынып жатқан ғимараттың 4-ші қабатынан құлап тіл тартпай кетті. 2 перзентін бауырына басып алып, түндер бойы көзінің жасын үнсіз жұтты. Уақыт емші деген шындық екен. Рүстемнің 40-ын өткізген соң белін бекем буып, қайтадан құрылысқа жұмысқа шықты. Қыстың аязында тоңып, жаздың ыстығында күйіп, шаң тозаңның ортасында жүріп, 2 баланы қатарынан қалдырмай өсірді. Ол мектепті бітіріп, ең болмаса техникумға түсер деп еді. Ол оқығысы келмейтінін айтты. Енді не істейсің деді. Әкемнің бригадирін көрдім, мені сапарын алатын болды деді. Сол күйі құрылыстың бір жұмысшысы болып шыға келді. Келер жылы мектеп бітірген қызы ақылды екен. Өз білімімен қыздар педагогикалық институтына ілінді. Бұл Гүлдәрі үшін Рүстемнің қайғысынан кейінгі үлкен қуаныш болды. Отбасыларына бір серпіліс келді. Ұлым оқымаса да өзі қалаған жұмысын істеп жүр. Қызым жоғарғы білімді алып қызмет істесе ғой деп армандады. Өкінішке орай қызы үмітін ақтай алмай, 3-ші курста алыс ауылдағы бір жігітке қашып кетті. Оқу жайында қалды. Бар арманының күл-талқаны шықты. Келер жылы Бақдәулетте үйленем деп осы Жарқынайды үйге алып келді. Жалғыз ұлдан несін аясын, жиған тергенмен тойын жасап, құдаларын алдындағы ана сүті, әке қуаты деген талаптарын орнымен атқарып шықты. Келін де оқымаған құрылысшы екен. Оқу тұрмақ тіршіліктерін жақсартуға ұмтылмады. Келгеннен бастарындағы пәтерге ие болу мақсатында Бақдәулеттің ең болмаса 2 бөлме алып, мынаны қосып кеңітіп аламыз ба деп жүргенде кеңес одағы ыдырады. Байтал түгіл бас қайғы дегендей пәтер алмақ түгіл жұмыссыз қалды. Гүлдәрінің қолынан келетіні 3 немерені перзентханадан шыққаннан бауырына салып бағу болды. Үшеуін балабақшаға сүйреді. Кейіннен мектепке таси бастады. Жарқынай базарға шығып саудаға кірісті. Бақдәулет шапшник болып әркімге жалданып кете берді. Отбасына көмек болсын деп Гүлдәрі үйдің жанындағы жатақханада еден жуыншы болып орналасты. Айлық алған күні тиынына дейін санап келініне беретін. 3 немересінің сирақтары өсіп, жеке-жеке төсекке жатқылары келе бастады. Жарқынай енесін асханаға жайма төсекке шығарды. Гүлдәрі ұрпағы үшін оған да келісті. Жаз бойы балконға жатып жүрді. Келінінің саудадан жиып тергенмен пәтерді кеңейтер деп үміттенетін. Ойсыз келін балаларын алып кейде құрбылармен шетелге сайрандайтынды шығарды. Ұлына қыдырғанша пәтерді кеңейтейік деп айт әйеліңе деп еді. Онысын өзі кінәлай жөнелді. Бұл маған әкемнен қалған пәтер. Неге осы жасыңа дейін ең болмаса 1 бөлме жасап алып бөлек кетпейсің деді. Үй жасау оңай болса неге өзі балаларына әкесіне ұқсап жасап бермейді? Бірде енді саяжайға барып тұрасың деді. Жұмысыма одан жете алмаймын ғой деді. Немене, миллион табатын жұмыс беді. Таста, менің балаларым ең болмаса үйде еркін жүрсін дегені. Дәл бір анасы соларға күн көрсетпей жатқандай. Содан бастап, келін мен бала мұны асханаға тамаққа да шақырмайтын болды. Немерелері де ата-анасының қабағын бағып, әжелеріне жоламай қалды. Сөйтіп жүргенде зейнеткерлік жасқа жетіп, оның қағаздарын жөндеп алды. Азғантай болса да өз бейнетің зейнеті деп. Оны да келіні әкеп беретін. Енді маған мысықтың көз жасындай етіп, мынауыңды бермей-ақ қой, соныңмен саяжайға барып тұр деп келін
үкім шығарды. Отбасында әмір жүріп тұрған әйелін кім ассын? Бәрі мұнымен сөйлеспей қалды. Аяғында үйден шығарып есіктің құлпын ауыстырып жіберді. Солай Гүлдәрі далада қалды. Өмірінің осы толқындарын ойлап жатып көзі ілініп кеткен Гүлдәрі түс көрді. Рүстемі алыстан күлімдеп қарап тұр. Бұл соған қарай жүрейін десе аяғы баспайды. Тек көңілі алып ұшып соған қарай ұмтылады. Екі қолын созып еді. Одан әрі алыстай бастады. Бір кезде Рүстем тұрған жақты тұман басты да, ол соған сіңіп кетті. Гүлдәрі ұмытылып жатып оянып кетті. Түсін есіне алып түгелдей сараптап шықты. Ол риза болып жатыр екен деп шешті де, көрпесін қымтап жата берді. Қазақша контентті қолдап, арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Және де менің каналыма кірген кезде осы жерде плейлисте деген бөлім бар. Осы плейлисте бөлімінде өздеріңізге қызықты жаңағы ақпараттарды ала аласыздар. Мысалы, қазақша әңгімелер жинағы бар, аудиокітаптар бар, нақыл сөздер бар, қызықты мәліметтер, үйлеріңізге қажетті пайдалы кеңестер бар, қазақша рецепттер, қолөнер бар. Осы жерге кіріп, өзіңізге қызықты ақпараттарды ала аласыздар. Мысалы, қазақша әңгімелер, аудиокітаптарды тыңдағыңыз келсе, осы жерге кіріп, осылай өзіңізге ұнаған, өзіңіздің жасыңызға сай әңгімелерді тыңдай аласыздар. Барлығы өмірден алынған, болған оқиғалар. Сондықтан менің каналыма тіркеліп, қазақша контентті қолдап отырыңыздар. 100 000 оқырманға жетейік.